Сәлем, менің есімім Санжар Айдар. Бүгін мен сендермен қыздар жасайтын 10 тартымды нәрсе тақырыбына сөйлесемін. Әңгімелесемін, талқылаймын, сөз қозғаймын. Дайынсың ба? Біз бастаймыз. Алдымен ең қарапайым нәрседен бастайық. Менің ойымша бұл жігіттердің барлығына ұнайды. Өздерін бақытты сезінетін қыздар. Әрдайым күліп жүріп, жан-жағына бақыт шуағын шашатын қыздар. Сен күнделікті күліп жүретін болсаң, онда адамдар сенің өміріңде барлығы тамаша деп ойлап жатады. Менің ойымша бұл жабық және мұңды болғанға қарағанда әлде қайда жақсы. Екінші, бұл қыздар жақсы болған кезде. Әрине, түсінемін, бұл өте қарапайым әрі тупо көрінсе де. Сендер советтерің базар жоқ екен, братан. Бірақ жоқ, оның барлығы сен ойлағаннан да қиын болып келеді. Себебі жақсы істер жасау мен жақсы адам болудың үлкен айырмашылығы бар. Мен өз өмірімде білімді, көзі ашық, еңбекқор көп адамды танимын. Бірақ соның өзінде олар өздерін ұнатпайтын кісілердің артынан жағымсыз сөздер айтып жатады. Біле білсеңдер, жақсы адамдар ондай іс-қылықтар жасамайды. Мен саған осы әлемдегі барлық адамды жақсы көр деп жатқаным жоқ. Бірақ егер саған бір адам ұнамаса, онда жай ғана оған көңіл аудармауға тырыс. Бар болған осы. Қыз жай ғана өз телефонын алып, оны столға қойып, өмірімен рахаттана алатын болса, бұл шынымен де өте керемет. Әрине, бұл да оңай емес. Себебі әр секунд сайын сендерді бір мессенджерлер, әлеуметтік желілер және бір Instagram деген біреу үнемі шақырып жатады. Егер сен жігітпен кездесуде, немесе достарыңмен қыдырып жүрсең де, айналаңда болып жатқан нәрселерге назар аудармай, телефонда отырсаң, бұл шынымен біртүрлі көрінеді. Және басқаларға саған олармен мүлдем қызық емес сияқты байқалады. Кездесуде белсенді болып отыратын қыздар. Егер түсініксіз болса, басқаша айтайын. Жоспарлай алатын қыздар. Көмектеспеді ме? Сәлем, анда өткенде жаңа кафе ашылды. Көріп қайтпадық па? Бұл маған қатты ұнайды. Себебі көбінесе адамдар басқалар олардың орнына жоспарлар құрып береді деп өз өмірін күтумен өткізеді. Егер сенде кездесулерің қызығырақ өту үшін күшті идея болса, онда оны неге айтпасқа? Мүмкін ол жігітке де ұнап, екеуің бірге көңілді уақыт өткізесіңдер. Бесінші, бұл бірінші қадам жасайтын қыздар. Әрине, түсінемін. Менің жаңадан бері айтып отқаным бір идеал қызды тауып, менің орныма бәрін өзі жасасын дегендей көрініп тұр. Бірақ айтайын дегенім, бұның барлығын жасамасаң да, айтылған әр бөлек нәрсе саған жігіттің өзінде белгілі бір тартымдылық береді. Егер сен бір пунктті болсын орындайтын болсаң да, мен өте қатты таңғалушы едім. Себебі бұл мысалдар өздеріне не керек екендігін біліп, соны бірден барып алатын қыздарға арналады. Егер саған жігіт ұнап қалса, сен барасында әңгімелесесің ғой. Әлде ол мәртебелі ханның шешімін күтіп, саған сәлем деген сөздің өзі айтқанын күтіп жүресің бе? Алтыншы, жігітке сенетін қыз. Нақтырақ айтсам, оны болмашы нәрселерге қызғанбайтын қызды айтамын. Бірақ бұл жерде бір-біріне қарсы келетін екі нәрсе бар. Егер жігіт жағынан оған сенбеуге деген себептер болса, онда әрине күмәнданған өте орынды. Және сендерге менің ойымша ажыраған жөн. Себебі араларында сенімсіздік орын алса, бәрін қалпына келтіру өте қиын болады. Ал егер сен онымен енді ғана сөйлесіп бастап, достарыңа немесе басқа құрбыларына қызғануды қазірден қолға алсаң, онда бұл дұрыс емес. Сен жігітке сенім артып, ара қатынасты дамытудың орнына болмашы нәрселерге оны қызғанатын болсаң, бұл жігітті қорладың деген сөз. Жетінші, балаларды жақсы көретін қыз. Әр жігіт кездесетін қызын болашақта өз балалар анасының рөлінде елестетеді. Сол үшін бұл жігітке өте маңызды. Егер сен балаларға деген махаббатыңды көрсетсең, онда кез келген жігітті өзіне қарата аласың. Сегізінші, жігіт екеуінің орта қызығушылықтарының бар болғаны. Менің байқағаным, жұптардың орта қызығушылықтары көбінесе телевизор көрумен ғана шектеліп жатады. Мен оны жалпы
Дұрыс деп санамаймын. Бірақ сендердің екеуіңе де қызық ортақ істерің болса, бұл өте тамаша. Себебі уақыт өте келе бір немесе 2 айда сендер бүкіл әлемдегі нәрселерді талқылап үлгеріп қоясыңдар. Жігіт екеуің әр кездесуде бір-біріңе қызық болатындай етіп, уақыт өткізуді үйрену керек боласыңдар. Сол үшін ортақ қызығушылықтар бұл өте керемет. Және бүгінге соңғы әр кездесуде жігіт барлығына төлеп береді деген ойдан аулақ қыздар. Себебі мен өзім бір қызбен жиі кездесулерге баратынмын. Және официант мырза бізге счетты әкелетін кезде сол қыз үнемі маған тесіліп қарап отыратын. Әрине, счетты жабу маған қиын емес, және оны төлейтін де мен. Бірақ менен сол нәрсені күтіп отыратын қыздар маған ұнамайды. Егер де қыз 50-50 төлейік, немесе әркім өзіндікіне төлесін десе, бұл шынымен де күшті. Осы кезде намысы бар жігіт, жоқ, мен өзім барлығын төлеймін деп айтушы еді. Бірақ кез келген қыз да жоғарыдағыдай айта алмайды. Ал бүгінге осы айта алған кеңестер пайдалы болып, видео саған ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсем болады. Жаңа видеолардан қорғалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеода көріскенше.